Біздің миссиямыз танымал болу емес, біздің миссиямыз әрбір қыз келіншекке қолдау көрсету. Сол үшін уайымдамаңыздар, құпия сақталады. Менің енем әр ай сайын шетелде жүреді, жұмысы бар өзінің. Ана менің подружкамның енесі вообще күшті, неге сіз ондай емессіз? Толық сепарация 18 жаста біту керек негізі. Толық. Әйел адам күйеуге шығардан бұрын самооценкасын көтеріп алу керек. Міндетті түрде көмек сұрау ұят емес. Біз сіздерге дем беруге дайынбыз. Қымбатты сұлулар қыздар, сіздермен сырласу форматындағы терапиялық подкаст Дем. Бұл жерде біз жан дүниеміздегі болып жатқан күйзелістерді жасырмай ашылып айта алатын орта. Мен Мереке Исабек, психолог-ментор. Өзімнің жеке трансформациямнан өтіп, қазіргі таңда қыздардың трансформациясы мен жалпы менталды саулығымен айналысатын маманмын. Бұл подкаст психологиялық әрі эмоционалды қолдау қажет ететін қыз-келіншектерге арналған, өз сезімдерімен, қиыншылықтарымен, жалпы қазіргі таңда тап болып отқан мәселелерін ашық бөлісіп айта алатын орта. Бұл жерде кейде біз құрбыларымызға да, анамызға да бөлісе алмайтын тақырыптарды талқылаймыз. Яғни ол рөлдердің ауысуы туралы, ішкі ізденіс, ішкі күйзеліс, сонымен қатар некедегі жалғыздық, жалпы кінә сезімі, қуаныштар, біздің ішкі қорқыныштарымыз, бәрі осындай ашық, жеңіл атмосферада талқыланатын орта. Мен Нұрила Ақберген, журналист-блогермін. Енді бүгінгі шығарылымның форматы туралы айта өтейін азды кемді. Жалпы бізге жүздеген хаттар келеді сіздерден, әйелдерден, өміріндегі әр түрлі қиындықтарды өткерген, оқиғалары бар, барлығы шынайы. Енді біз олардың бәрін көреміз, оқимыз, таңдаймыз, талғаймыз, бірақ сөкпейміз, сынамаймыз. Осы ортада, осы Дем подкастында ортаға салып, қыздар болып әңгімелесеміз. Ең күштісі, бұл жерде ең жақсысы, біз сіздерге осылайша дем береміз деген үміттеміз. Оған қоса бізде қонақтар бар. Бұл жерде қонақ сіздерге қолдау ретінде және өзінің оқиғаларымен бөлісу ретінде айтылады. Өзінің өміріндегі әртүрлі сәттерімен бөліседі. Қонақты таныстыра өтейін. Бүгін бізде қонақта Айнұр Рахметова, блогер, кәсіпкер, ана, сүйікті жар, оған қоса Қазақстанды да дүркіретіп, шулатып, той жасап, яғни пәкістандық жігітке тұрмысқа шыққан біздің қазақ аруымыз. Барлықтарыңызға сәлем. Бұл подкастқа шақырғаныңызға көп рахмет. Ең бастысы, өзімді таныстырып кетейін. Есімім Айнұр. Және осы подкастта сіздерге шынайы ашылып және қыздарға деген поддержка бергім келеді. Себебі өзімнің блогымда қанша бір 5-6 жыл жүргізіп келетсам да, всегда қыздарды қолдап, қыздардың дамуына, жалпы күшті бір күліп өмір сүруіне, бақытты өмір сүруіне всегда советтер айтып жүремін. Және сол осы жерде де қызға қыз жау емес, наоборот, подруга, құрбы ретінде поддержка бергіміз келеді. Надеюсь, жақсы өтеді деген ойдамын подкаст. Сосын айтамын деп ұмытып кетіппін. Пәкістандық жігіт деп жатырмын, жолдасыңызда қазақ қаны бар. Осы орайда енді сіздің, яғни жеке өміріңіз туралы айтып өтсек, енді біздің қазақ менталитетінде, жалпы отбасыларда қарым-қатынасқа келген кезде айырмашылық бар ма екен? Айырмашылық бар, бірақ мен ойлаймын, әр ұлтта өзінің жаман да, жақсы да жерлері бар, адамдарына да, барлығына байланысты. Сол үшін подкастта әріде историяларыммен бөлісіп айтып отырармын. Біздің миссиямыз танымал болу емес, біздің миссиямыз әрбір қыз-келіншекке қолдау көрсету. Дем беру, демеу жасау. Сол миссиямызға көшсек, бізге келген хаттарды ашып, бүгінгі оқиғамен таныссақ қыздар. Қарсы болмасаңыздар. Осы жерде айта өтейін, қыздар, сіздер жіберген хаттарда сіздердің аттарыңыз өзгертіледі, және де кейбір жерлерін өзгертіп оқимыз, айтамыз. Сол үшін уайымдамаңыздар, құпия сақталады. Ал, хат ашайық. Жалпы көбінесе кейде жазып жатады бізге, сіздер осы оқиғаларды ойдан құрастырасыз ба дегендей. Жоқ, бұл оқиғаның бәрі шынайы өмірден алынған. Сәлеметсіздер ме? Мен 27 жастамын, тұрмысқа шыққаныма 5 жыл болды.
Университетті бітірген соң бірден тұрмысқа шықтым. Жолдасым өте жақсы, қамқор жан. Күндіз кеңседе жұмыс істесе, кешке таксист болып қосымша ақша тауып жүр. Ипотекаға алған пәтерімізде баламызбен бірге тұрамыз. Бірақ басынан ақ күйеуімнің анасы мені қабылдамады. Шындығында мен жүкті болып қалғандықтан тұрмысқа шықтым. Енем болса ұлының дәрігер болып оқыған танысының қызына үйленгенін армандаған. Уақыт өте келе ол барлық туыстарын маған қарсы қойып, өзі де мені елемейтін болды. Неліктен мені сонша жек көретінін әлі күнге дейін түсінбей жатырмын. Мен әрдайым қолымнан келгенін жасадым, оған қоңырау шалып, күйеуіммен бірге барып тұрып, үй шаруашылығымен көмектесетінмін. Қазір уақытша жұмыссызбын, жақында 5 жасқа толатын баламмен үйде отырмын. Бірақ енем мені әрдайым кемсітеді. Жаман анасың, күйеуіңнің мойныңда отырасың деп кінәлайды. Бізге қонақ келгенде де тамақ пісіріп, үйді жинамайсың деп ұрысып, салақсың деп айта береді. Ал менің бар уақытым балаға кетіп жүр ғой. Сонымен қатар, ұлымыз өте белсенді. Кейде ашуланшақ болып тіл алмай қояды. Енем мұны маған жасырып, баланы тым еркелетіп жібердің, дұрыс тәрбие бере алмайсың деп кінәлайды. Күйеуіме де қысым жасап отырады. Соның салдарынан арамызда жиі ұрыс-керіс болып жүр. Ал күйеуім үшін біреудің жағын таңдау оңай емес. Басында ол ата-анасымен бірге тұру оңай емес екенін түсініп, бөлек шығайық деп өз айтқан. Бірақ үйдің кенжесі болған соң, ата-анасына деген жауапкершілікті сезініп, басқа қалаға көшуге батылы бармайды. Оның үстіне енем үлкен келінін әрдайым мақтап, мені онымен салыстыра береді. Қазір енем біздің үйімізге күнара келіп, әр қадамымды қадағалап жүр. Мен қатты шаршадым, мүлдем күшім қалмады. Кейде тіпті әлде шынымен ажырасқан дұрыс па деп ойланып кетемін. Бірақ ол кезде енем баламды көрсетпей қояды ғой деп, күйеуімді де жақсы көремін, бір өкініш бар. Мұндай жағдайға не істеуім керек деп сұрақ қойыпты. Енді қазір бізге келген хатты оқып шықтық. Өзіңнің ойыңмен бөліссең, осы хат жайында, осы кейс жайында. Ең біріншісі, 27 жастағы әйел адам қойды, бізбен бірдей. Бірақ кішкене 18-20 жасар қыздар сияқты өзінің өміріне чуть-чуть жауапкершілік алмаған қыздар сияқты оқып отырмын. Солай сезіліп жатыр. Солай сезіліп тұр, білмеймін енді, қатты айтсам ренжімеңіздер. Бірақ 27, почти 30-ға келіп қалған әйел адам өзінің отбасына өзі жауапкершілік алу керек деген ойдамын. Жауапкершілік қалай көріну керек сізше? Отбасы болғасын, әрине енді күйеуі тоже дұрыс емес жасады ғой, бірақ біз мына жақта именно күйеуіне емес, әйеліне совет берейік деген ойдамын, потому что жазып тұрған әйелі ғой дейсіз ғой? Иә, жазып тұрған әйелі болғасын, мен өзім ойымнан бір әйеліне совет бергім келеді. Бұл жеке шекараңызды қойып үйреніңіз семьяңызда. Потому что бұл семья болғасын, ол сенің күйеуің, сенің балаң және сен. Ата-ана, сенің мама-папаң, оның мама-папасы 27 жасар, 30-ға таяқ қалған семьяға араласып отыру, күн ара келіп отыру, оның барлығы дұрыс емес. Және если оны жасап отырса, значит сен оған, сіз оған келісіп отырсыз деген сөз. Күн ара келіп отырса, сенің балаң осындай, сенің күйеуің осындай, тамағың дұрыс емес деп айтатындай, каждый сенің шагыңды тексеріп отырған ене болсамын да, бұл жақта сен 5 жыл бұрын тұрмысқа шыққан кезде өз жеке шекараңды қойып алуың керек еді. Бірақ уже кеш болса енді, сонда да қазір әлі де кеш емес, сөйлесіп, қырылып, ұрсып емес, кәдімгідей сөйлесіп, мен сіздің үйдің келініңізбін деп, жаңағыда ашық күйеуіңмен бірге енеңді отырғызып, ашық әңгіме айт деп айтар едім. Енді айтып отырсың ғой, қазір сен де өте берсек, ыңғайлы болу үшін. Айтып отырсың ғой, енді отбасы құрмас алдын басынан шекараны ашып алу керек деп. Сен жалпы осындай жағдаймен өзің жолықтың ба? Мысалы, сен өзің тұрмысқа құрған кезде басынан шекараңды қалай құрдың? Сен қалай диалог құрдың? Және өзіңнің жолдасының анасына не деп айттың? Ол сендердің отбасыларыңа кірмес үшін. Талаптарың болды ма өзіңнің арнайы? Олай бізде енді маған немного повезло деп айтсам болады. Айтып отырмын ғой, басқа ұлттың жігітіне күйеуге шықтым, және бұл жақта кішкене басқаша все равно. Семья ол бөлек. Менің енем бір жақсы, өздерің жасаңдар, өздерің істеңдер, сендер бөлек отбасысыңдар, вообще кіріспеді.
бірақ енді 1-2 жерлері болды. Сол кезде мен ашық айттым, мынандай жеріңіз маған мысалы ұнамады, менің сізге жасаған ұнамайтын жерлерім болса маған да айтыңыз деп та. Мысалы екеуміз 2 түрлі бөлек әлемде өмір сүргесін, маған мынандай заттар мысалы ненормально деп та. Ерсілеу көрініп тұр. Иә, ерсілеу көрінеді маған мысалы деп. Сосын ол кісі де маған мысалы сенің осылай жасағаның ұнамайды деп бір-бірімізге 1-2 жерде айттық. Қызық болып тұр да енді, мен өзге ұлтқа тұрмысқа шыққаннан кейін деп. Енді сен басқа пакистандық келіндермен де араласатын шығарсың. Барлық жерде сондай ене ме? Немесе Пакистанда да сондай кішкене жабысып алатын енелер бар ма? Жабысып алатын енелер де болады. Көбінесе барлығы бірге өмір сүреді. Joint family system деген бар. Ол то есть кәдімгі біздікіндей бөлек шығу емес. Үнді киноларда көрсетеді ғой, бір ыдыста тамақ жеп, сондай бола ма? Бірге өмір сүреді. Иә, үлкен үй алады. Үлкен үй, 3-4 этаждық, и әрбір этажда әр семья өзі тұрады. Сериалдағы сияқты. Жаңағыдай әкесін күтіп, кешке сөйтіп отырады ғой, сондай сияқты. Оларда да дәл сондай. Просто бір басқашасы, мен жүрген отбасылардың көбісінде қасында көмекшілер жүреді. Вот мен қонақтарға қанша жерге бардым ғой, енді Пакистанда ол барлық жерде олай деп мен де айта алмаймын, бірақ әйел адамға, келінге қасында всегда 2-3 көмекшісі жүреді. Бақуатты жерге келін болып түскен болып тұрсың ғой. Жоқ, ол жақта бәрі бақуатты. Ол жақта андай ғой, қатты қымбат емес, рабочая сила. То есть жұмыс сатып алу, мысалы бізде там $1000 сондай болса, ал ол жақта кішкене арзандау, потому что өмір нелері қолжетімді болып тұр. Қолжетімді, иә. База сияқты десек те болады. Иә, сол үшін олар үйіне көмектесетін 2-3 адам алып жүреді. Чтобы келін баласына қарасын деп. Мысалы маған күйеуімнің ең бірінші қойған талабы, ол үйің шашылып жатса да, не болып жатса да, балам қаралып тұрсын дейді. То есть приоритет балада болу керек, потому что ана ол баланы не істеу керек, үйрету керек көп затты. Жалпы ана должна быть именно балаға ана жауапты деп қарайды, мысалы. Ол, конечно, тоже бір жағынан біреу айтуы мүмкін, red flag, бірдеңе деп, неге екеуі бірге қарау керек деп. Күйеуім күні бойы жұмыста, менің мысалы таңнан кешке дейін. И сол үшін балаға в основном мен қараймын, иә. Но именно балаға деген претензиялары неде андай. Ол қаралып тұру керек. Ол тәрбиелі болу керек, оның тамағы бәрі дұрыс болу керек деген сияқты. Енем де, күйеуім де именно балаға жақсы қарасын деген сияқты талабы бар. Ал үй шашылып жатса, тамақ піспей жатса, оған қатты не істемейді. Негіз қоймайды. Тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр енді. Мына жақта біздің хатта ол жақта салыстырмалы түрде болып тұр ғой, мысалы. Абысымен бірге енесі салыстырып, оны сен кемсің деп кемсітіп жатады. Мысалы, сенің жолдасының өзінің ағалары, інілері бар ма? Сенде сондай салыстырмалы түрде, осындай салыстырған бір абысыңыз бар ма? Былай айтқанда тәжірибе басынан өтті ма деген секілді. Ондай салыстыру бізде жоқ, потому что білмеймін енді, мен андай ғой, енем осознанный, өте көп шетелде жүретін, көп оқыған, өзі медик, сондай адам болғасын, ондай заттарға басын қатырмайды, оның уақыты жоқ ондай заттарға. Шынымен де мен ойлаймын, енелер өздерінің өмірлерін жақсы көріп, өздерінің бір өмірлері наполненный, қалай айтсам болады, сонда бір өмірлері өзіне қызық болса, олар келіндеріне жабыспас еді. Потому что менің енем әр ай сайын шетелде жүреді, жұмысы бар, өзінің фармацевтический компаниясы бар, өзінің өмірі өзіне қызық та. Фокусының бәрі өзінде. Иә, өзінде, ол өзінің бетіне барып косметология жасап келеді, мысалы да, боянып келеді, шашын жасап келеді, кірпік жасап келеді, сондай сияқты. И мен қараймын да, мені аңды отыратын оның реально уақыты жоқ. Өзінің қыздары бар, солармен әңгіме айтып келеді деген сияқты. И ене неге сондай болады деп ойлаймын, хаттағыдай, когда ей нечего делать. То есть күні бойы тек қана баласы, келіні, екінші баласы, оның тағы келіні, ол екеуін салыстырып отыру, это вообще дұрыс емес деп ойлаймын, потому что мен де мысалы айта аламын, ана менің подружкамның енесі вообще күшті, неге сіз ондай емессіз деп. Мысалы да, енді если былай салыстыруға келетін болсақ, әр адам өзі ерекше тұлға, и если сенің балаң ол әйелді алса, сен ол таңдауға құрметпен қарауың керек деп ойлаймын, иә. Потому что ол сен өзіңнің күйеуіңді таңдадың, өзіңнің балаңды тудың, енді сен оны сөгіп отыратындай жағдайда емессің деп ойлаймын.
Енді қазіргі хат жазушыға бірінші өзіңнің берген кеңестерің ол шекараны дұрыс құра білу, сол жақтан жауапкершілік алу да. Иә, кішкентай қыздар сияқты болып емес, өзіңнің жасыңа қарап, кішкене ересек позициясына кіріп, өз семьяңды ұстап қалғың келеді ма, өз семьяңды жақсы көресің ба, балаңды жақсы көресің ба, күйеуіңмен бірге отырып, осы проблеманы шешіп ал деп айтар едім. Күйеуің сөз түсінетін адам болса, ол 100% сені тыңдайды и фокусты, мысалы мен үйде отырмын, балам 5 жаста деп отыр ғой, сол да кішкене дұрыс емес деп ойлаймын. Балаң 5 жаста болса, уже скоро мектепке барады, садикке барады деген сияқты фокусты кішкене өзіңе бөліп, өзіңе қарап, сол кезде может сен үйде отырғанның өзінде де өзіңнің ішкі состояниең сондай болғасын, саған да әр адам келіп әңгіме айтатын шығар мысалы. Сол үшін жұмыс көп қой қазір, мысалы кішігірім бір жұмыс жасап немесе кәсіп бастап, фокусты өзіңе бөліп, өзіңді жақсы көріп бастасаң, мүмкін балаңды садикке беріп деген сияқты, может быть, они от тебя отстанут. Тіпті оны елемейтін де болатын шығар, егер фокустың бәрі өзінде болса. Өзіңде қойып, өзің қуанып, білмеймін, бір өмір бізге бір рет берілген ғой, үйде отыру үшін, күнімен баланы қарау үшін берілмеген сияқты. Өте, мен де солай ойлаймын. Әркімнің сөзін тыңдап отыратындай. Енді жалпы ойлаймын, енді әр әйел үшін өзін былай толықтыратын дүниелер бар. Кейбір әйелдер үйде отырудан шаршаса, кейбір әйелдерге тіпті ондай қалып, ұнайды ондай жағдай. Ол жақтан ол ресурсты соқтан жинайтын әйелдер бар. Мысалы, кейбір қыз-келіншектер болады, үйде мысалы айтады ғой, үйде әдемілік көркемдеп, осындай гүл қойып, әшекелеп, тазалап, соның өзінен ресурс алатын жандар бар. Енді 5 саусақ бірдей емес секілді, барлық келіншектер де бірдей емес. Біреуге жұмыс деген ұнайды, біреуге өзін қалыптастырған ұнайды, біреуге керісінше оның басты миссиясы сол балаларыма махаббатпен, ер азаматыма қолдау көрсету деп солай қабылдайтындар да бар. Енді осы орайда мен хат иесіне айтқым келеді дегенде қолдау білдіргім келеді. Бұл хатты жазып, ашық айтып жатқаныңызға, үндеуіңізді жеткізіп жатқаныңызға, себебі біздің білесіздер, қазақ қоғамында қазақ әйелдері қазіргі уақытта ғана өзінің жан айқайын айтып бастады. Осы уақытқа дейін үндемей келді. Неге? Себебі үндемеу ол бізде бір даналықпен ұштасып отырады. Үндемесе әйел бол бітті, ол дана сияқты үйдегі жаңағы мәселелерді айтпай, жауып, әдемілеп, бізде қазақта сөз бар ғой, бас жарылса бөрік ішінде деп қоя салады. Сонымен әрмен қарай бұл проблемаға фокусты да қоймайды, ойламайды да, бірақ ішінде бұл нәрсе толқып жүреді. Мен сізді өте жақсы түсінемін. Себебі ондай жағдайда мен де өткенмін, себебі ойладық бір уақыттар. Мүмкін үндемегеннен кейін қазір қоя тұрайын осы сәтте бір түсініп кетер, кейде ойлайсың тіпті келін болып жүрген кезде. Мен келін деген атқа лайықпын ба, дұрыс емес па? Мүмкін мен жақсырақ келін болам, мүмкін мен бүйтуім керек шығар. Себебі бізде қоғам арнайы шаблондар қойып берген, келін не істеу керек? Келін бәріне міндетті. Ол келін ғана емес, ол әйел де, ана да, жаңа үйді де тазалау керек, тамақты да істеу керек, бала мысалға мектепке барғанша үйде отыру керек, тіпті жаңа жекеленген балабақшаға жібермейтін ата-аналар да бар. Себебі неге балабақшаға бару керек? Отырсың ғой үйде, сен қара деген сияқты. Енді тұрмысқа шықпай тұрып әлбетте шекара қою керек, оны біз жақсы білеміз, оны қазір біліп жатырмыз. Ал осы уақытқа дейін біздің алдыңғы буындар да ондай шекара дегенді біз білген жоқ, шынына келген кезде. Сол үшін де үндеп жатқандарыңызға рахмет. Айтыңыздар, бұндай мәселелер осылай ортаға талқыланып айтылу керек, өздеріңізді осылай танисыздар, түсінесіздер деп ойлаймын. Және де осы орайда енді Мереке өзің психологиялық осы тұрғыда талдау жасап берсең осы хатқа. Жалпы негізі бұл жерде мен егер әрбір абзацына талдау жасайтын болсам, әрбір абзацқа бір 30 минуттай уақытты бөлуге болады. Бірақ мен былай сырт көзге қысқаша қазіргі айтып отқан жағдайды бөлсейін. Жалпы менің ойымша бұл қыз-келіншек неге бәрін қабылдайды? Мүмкін бұл да бекерден бекер бұндай сценарийға түсіп отқан жоқ, бұндай қарым-қатынасқа. Өйткені отбасы құрудан бастын оның енесі оған қандай ақпарат жіберді? Мен сені қаламадым, мен сені таңдамадым, сен окей емессің, бізге келмейсің біздің отбасыға. Және менің байқауымша бұл қыз-келіншек содан өзі ішіне қатты көңіліне алған сезіміне әлі күнге дейін мен океймін,
мен сіздерге келемін деген соны дәлелдеу позициясында жүрген секілді, дәлелдегісі келіп жүрген секілді, өзін жеткілікті сезініп тұрған жоқ та ол отбасыға. Ал ер азаматына қарасақ, ол басынан ата-анасымен қиын болатынын түсініп бөлек шығуды ұсынған, қаржылық жағдайдан отбасы үшін жауапкершілікті алған, яғни 2 жұмыста істеп жүр, өзінің ипотекасын төлеп жатыр, сонымен қатар ақша табу процесінде жүр. Ал анасына келетін болсақ, анасы бұл жерде баласын психоэмоционалды тұрғыда өзінен сепарацияға жібермеген, өйткені өзінің нарциссттік травма, өзінің жеке травмасына байланысты, ол негізі нарциссттік аналар балаларын өзінен бөлек адам ретінде қабылдай алмайды да. Тұтас қыла ма? Ол баласын былай не деп ойлайды, менің жалғасым деп қабылдайды. Яғни баласы оның ішінде тұрған арманын, мақсатын, қалауын баласы орындау керек. Көбінде осы жерде шығады, әкелер мен аналардың мен айтқан оқуға түсесің, мен айтқан нәрсені істейсің. Өйткені ол бала өзім менің меншігім, менің мысалы егер ата-анасында өзінің орындалмай қалған арман болса, бір не болса, сол баланың жапқанын қалап тұрады. Ол гештальт деп жатады кейде, менің гештальтым жабылды деп жатады. Сол секілді анасында өзінің жоспары болды ғой баласына деген. Мына достарымның арасына үйленді, осылай ол әлі күнге шейін баласын бөлек жеке тұлға ретінде қабылдай алмай жатыр. Сондықтан оның өзінің сезімі болуы мүмкін, өзінің қалауы болуы мүмкін, өзінің кездестіре алатын жаны болуы мүмкін деген ақпаратты қабылдай алмай жатыр анасы. Және әлі күнге дейін баласын жібермей бөлек сепарацияның 4 түрі болады. Ол физикалық, қаржылық, психоэмоционалдық және ішкі жан дүниелік дейді, духовный деп жатады енді былай айтқан кезде. Бұл жерде ол қаржылық сепарацияға шыққан баласы, физикалық сепарацияға шыққан бөлек жерде, бірақ бұл жерде психоэмоционалдық сепарация болмай тұр. Өйткені менің жолдасым да бір жақты таңдай алмай жатыр дейді. Өйткені бала бұл жерде әлі күнге шейін бала позициясында тұрды. Оған өз отбасын таңдаса, анасынан бас тартқан секілді сезімде болады. Негізі ана ешқашан ер азамат анасынан бас тартпайды. Жалпы еркектің өмірінде басты әйел болады және маңызды әйел болады, 2 әйел. Басты әйел ол келіншегі, маңызды әйел ол анасы болу керек. Анам, сен мен үшін маңыздысың, бірақ мен үшін қазіргі өмірімде басты әйел ол келіншегім деп орын қоя білу керек. Егер сол орындар дұрыс болмаса, көбінесе отбасылық конфликттер басталады. Еркек әйелдерді өз орындарына қоя алмай тұр. Бір шеттен ол негізі ең басты еркекке емес, анаға қойылатын талап. Себебі ана баласын ересек өмірге жібере алмай тұр. Мүмкін тіпті қазір оның қаржылық қиындығы да содан да болуы мүмкін. Егер анасы баласына сенім артып, жіберіп, сендер бөлек отбасыңдар, өз күндеріңді өздерің көріңдер десе, мүмкін баласы 2 жұмыста істемес пе еді. Мүмкін баласы қазір ипотека алмас пе еді. Өйткені өзіне сенімді, жауапкершілік ала алатын, үлкен масштабқа шыға алатын тұлғаға айналар ма еді. Егер анасы дұрыс сепарация жасай алса баламен. Анасында ол өзінен бөле алмай тұр. Негізі сепарация көбінесе балаға емес, анаға қиын. Анаға қиын. Сепарацияның өзі ол негізі көбісі ойлайды, үлкен жасқа келгенде, үйленген кезде болатын нәрсе деп. Сепарация ол тіпті бала туылғаннан кейін, 1 жастан кейін, жүріп бастағаннан кейін, мен өзім жасаймын деген 3 жастан кейін, сол жақта былай қадам-қадаммен болатын сепарацияда негізі. Біздің көп аналардың қателігі сол қадам-қадаммен сепарацияны өте алмайды да, өзінің уақытында баласын жібере алмайды, қасын алып жатады, тіпті 5-6 жасқа шейін емізетін аналардың да бар мысалы. Тіпті кейбір отбасыларда негізі оның бағана сен де атап өттің ғой, негізі көп нәрсені дұрыс айттың да, шекара туралы, ана өзінің бақыты болмаған кезде балаларына араласады деп. Көбінесе мен байқайтыным, жалпы психологиялық тұрғыда да бар, ана қай уақытта қатты баласымен осындай өміріне араласады, егер өзінің күйеуімен жақсы қарым-қатынас құра алмаса, ер азаматымен жақсы бір өзінде қарым-қатынас болмаса, өткен сол ер азаматының орнына өзінің күйеуін қойып қояды да, күйеуінің орнына баласын қойып қояды да. Сосын сол әйел ретінде өзінің келінімен конкуренцияға, жарысқа түседі. Ана бірінші бәйбішемен тоқалдың әңгімесі басталады сол кезде. Былай айтқан кезде ол ана мен келін емес, ене мен келін емес. Ол жерде сондай не қылады. Анаған қанша беріп жатсың, анаған көйлек алдың ба, маған көйлек алмадың, оған қанша, соның бәрі сол іштегі, былай айтқан кезде соғыс дейді, былай айтқан кезде конфликттен басталатын нәрсе. Былай айтқан кезде іштегі болып жатқан 2 әйелдің бір отбасылық соғысы. Былай алады да, былай қарап тұрған кезде бала өз орнында тұрмайды, баласының күйеуінің орнына қойып қояды. Күйеуі былай қарап тұрсаң, қазақтың көп отбасыларында сондай болады. Атасы жүреді,
әжесі бүкіл анау балалардың отбасына кіріп кеткен, атасы бір бөтен бір туысқан сияқты да, кіреді шығады. Иә, сондай. Сыртта бар жоғы байқалмайды. Өйткені ол өз ер азамат ретінде орнын алмаған, бөлек бөлмеде жатады мысалы да. Өйткені екі арада ол қарым-қатынас ұрмаған деген секілді. Бұл жерде де мысалы біздің аналары өз сепарациясын өте алмағандықтан, мүмкін білімсіздіктен, мүмкін сол этапта жібере алмағандықтан, баласына сене алмағандықтан, кейін бала үйленген кезде енді сол кішкене сепарацияға қайтып келеді ғой, бала енді басқа жаққа ауысқысы келеді, бүкіл кінәні алады да ана келіннен көреді. Мен негізі өзімнің кейсіммен бөлісейін. Менде өзім балам қазір 14 жаста, және 13 жасында біз сондай ең сепарацияның өте ауқымды кезінен өткен кезде 13 жастан бастап ұл бала сепарациядан негізі жалпы 10 жастан басталады сепарация. Қанша жылға созылуы мүмкін? Толық сепарация 18 жаста біту керек негізі. Толық. Бір тұлға ретінде адам 19 жасқа шейін қалыптасады. Бірақ 13-14 жастар аралығында өте сондай болады, қатты қарқынды жүретін сепарация болады да. Анасына қарсы шығады, менің қалауым, менің сезімім, мен басқаша өмір сүремін, бунтқа шығады кейде. Біз сол кезде аналар қатты қорқамыз баланы жіберуге. Мен мысалы арадағы суықтықты сезесің, ол саған бұрынғыдай қарамайды, сен сияқты бұрынғыдай сенен қолдау күтпейді. Бірақ сол кезде былай айтқан кезде көп қолдау беру керек, бірақ арақашықтық беру керек балаға, еркіндік беру керек. Контрольді ұстамау керек. Иә. Бізде контрольдан жібергісі келмейді көбінде ата-ана. Жоқ деген естіп кетеді, сөйтіп кетеді. Жоқ деген ести алу керек, бірақ кішкене жол көрсету керек. Сондықтан мен мысалы ойлаймын да, сол кезде әзілдеп құрбыларыма айтамын да, егер осы жерде мені басқа бір әйел шыққан кезде, келінім болған кезде мен содан көретін едім мынаның әрекетін баланың деп, өте одан көрмейтін едім деп, мен балам алтын ғой деген секілді. Жақсы болды, мен осы жаста өттім деп. Негізі шынымен де ол адамды жіберу секілді да өзіңнен. Көбінесе ол сезім аналарға қиын болады. Егер ана өзі баласын өзінен жібере алса, балаға өте үлкен сондай артында тұрған жүгін алғанмен тең болады. Түйін ретінде бір нәрсе айтқым келіп жатыр. Енелердің құлақтарына алтын сырға. Сіз ұлыңыздың өмірінде маңызды адамсыз, бірақ ұлыңыздың әйелі ол үшін басты адам. Осыны ескеру керек. Сосын ұлыңыздың таңдауын сыйлай білсеңіз, сіздерде бәрі жақсы болады. Сосын фокусты өздеріңізге қойыңыздаршы, енелер. Әйтпесе көп хаттардың көбісі бізде осы енелерге байланысты. Жалпы енді ол енелер де біздің қыз келіншектер ғой, соғысып жатқан енелер де сол бақытсыз өмірден өткен қыз келіншектер. Мүмкін осындай қолдауды ала алмаған шығар кезінде, мүмкін сол уақытта уақытылы өзіне фокус аудара алмаған шығар. Бәлкім сіз де біздің бағдарламаны қабылдап, көріп, өзіңіздің жастық шағыңызға үңіліп, өздеріңіздің жауаптарыңызды алып, өз қазіргі таңда бақытыңызды тауып, фокусыңызды табасыз деген ниет бар. Ал жалпы ары қарай хаттың екінші жағына келетін болсақ, мына жерде айтып жатыр да, салыстырмалы түрде. Енді қыздың мен жалпы ойлаймын бұл сценарийға, біз негізі жалпы тұрмысқа шыққан кезде бәріміз өзіміздің травмамызбен шығамыз ғой. Бұл да өзінің программасына байланысты, ішкі сценарийына байланысты, сондай ер азаматты кездестіріп, сондай программаны өтіп жатыр. Яғни мен жеткіліксізбін, ок емеспін, сонымен қатар мүмкін балалық шағында оны көп салыстырған басқа біреулермен. Қазір сол сценарийді қайтадан абысынымен салыстыру арқылы өтіп жатыр. Егер сіз өзіңіздің жеке терапияңызға барсаңыз, соның себептерін анықтайсыз. Өйткені бұл жағдайдың өзі сіздің өміріңізде бекерден бекер болмайды. Сонымен қатар бірақ мен бұл жерде сондай өте эмпатияға толы қыз келіншекті көріп тұрмын. Өйткені ол жолдасының да сезімін ойлап жатыр, енесінің де сезімін ойлап жатыр. Ол мысалы қатты дөрекі айтса да болатын еді, ұрыс шығарса да болатын еді, бірақ оның сезімін де ойлап тұр. Сонымен қатар мына жерде баласы туралы да жазыпты. Балам бұзықтық көрсеткен кезде енем сен дұрыс тәрбие бермейсің деп айтады. Негізі бір нәрсені түсіну керек, ана баланың ішкі күйіне 13 жасқа шейін әсер ете алады. Қазіргі баласының мүмкін ішкі агрессивті болуы, тыңдамауы негізі әйелдің ішінде жатқан, жабылып жатқан сезімдерінің көрінісі. Мүмкін ол ішіне өте көп агрессияны жұтып отыр да қазір, сыртқа шығармас үшін, жолдасымен ұрысып қалмас үшін, бірақ оны өзінің баласы көрсетіп жатыр. Өйткені бұл анасының іштегі былай айтқанда сезіне алмаған, өзіне рұқсат бере алмаған сезімдері өзі шығармаған екен. Сондықтан бала үшін ең басты ол тәрбие емес, бала үшін ең басты анасының жан күйі, өзінің қалай сезінуі. Балаңызға көмектескіңіз келсе, өзіңізге көмектесіңіз. Балаңыздың сабырлы болғанын қаласаңыз, ішкі өзіңіздің конфликттеріңізді шешуге тырысыңыз. Енді қазір өзіңде бала тәрбиелеп отырсың ғой.
балаң жасы нешеде, және өзің бала тәрбиесінде де бір қиындықтармен кездестің ба, қалай жауабын таптың? Дәл осы сіздің айтқаныңызбен 100% келсем, потому что соңғы кездері мысалы іште әр адамда өзінің бір конфликті болады ғой, ол күйеуіңмен, енеңмен болсын, жұмыспен болсын, сол кезде баламыз часто ауырады, если вы заметили, да, андай. Сразу сол моментте ауырып бастайды, одан бөлек жылаңқы болып кетеді, сені көп сұрап бастайды, сенен көп внимание сұрап кетеді, сондай сияқты да. И сол кезде өзің балаң неге ауырып жатыр деп ішкі күйіңе қарасаң, оказывается, сенде внутренний конфликт бар екен да. То есть өзіңнің жасап жатқан ісің ұнамауы мүмкін, өзің біреуге бірдеңе айта алмай қалуың мүмкін, мысалы ішіңде сақтап қалуың мүмкін ұзақ уақыт бір затты. Сол үшін негізі «Материнская любовь» деген кітап бар ғой, өте жақсы. Сол жақта айтылғанда шынымен де ата-ана баласы дені сау, бақытты, жалпы қалай бір бақытты тұлға өсіргісі келсе, ең бірінші айнаға қарап өздері бақытты, өздері дені сау болу керек деген сияқты. Ал бала ол сізге қарап өсе береді деген сол позицияны мен де ұстанам. Әрине идеалдымыз біз, мен балам идеальный деп айтпайсың, бірақ шынайы түрде баланы жіберу, баланы еркін ұстау, баланы қатты опекать етпеу, ол әрбір ананың миссиясы деп ойлаймын. Осы орайда менде де мәселен 3 бала тәрбиелеп отырмын ғой. Мен қатар-қатар бала босанған әйелдің қатарына жатам, және де оны бір емес үшеу, оны көп әйелдер жақсы түсінеді. Қатар болғаннан кейін шын мәнінде бір бала жылап жатса, екіншісі ауырып жатады, үшіншісін енді бүйтіп аяққа тұрғызып жатасың деген сияқты. Сол кезде менде бір оқиға болды. Бірінші балада өте қатты балам көп ауыратын, тіпті диагнозын таппайды, ауыра береді, білмеймін, температура көтеріледі, жаңағы дәрігерлерге барамыз, қайтып емдеп аламыз, бір аптадан қайтадан температура көтеріледі. Кейіннен мен түсіндім, барлық мәселе мен өзімде екен. Себебі мен қатты баланы былай болады ғой, бірінші бала болған соң баланы бар ғой, бір сәт бүйтіп қойғың келмейді, себебі бірінші бала ғой, оны былай ұстайсың. Сондай жағдайда болдым, және де отырып, терең дем алып, кейде бізге әйелдерге жай отырып, дұрыс тыныс алуды үйрену керек. 3 секунд демді ұстайсың, 3 секунд тереңнен жібересің деген сияқты. Ол да өте жаңағы ішкі қалпымызды тыныштандыруға қатты көмектеседі. Сол кезде психосоматикаға жүгіндім. Мен іштегі болып жатқан бүкіл жаңағы толқыныстар мен балам әсер етқанын қатты білдім. Содан бастап өзіме жұмыс жасадым. Қазір шүкір, мен 3 балам өте сирек ауырады екен, енді бір интервирус жүрмесе, себебі мен қазіргі жағдайда қандай сезімде отырмын, мен қазір осы жерде қандай сезімде, мен күшті отырмын, Аллаға шүкір бақыттымын, ішкі сезімдерім тыныш, ешқандай жаңағыдай қобалжу жоқ, немесе уайым жоқ, қорқыныш жоқ болса, мен сенімдімін, ар жақта мен балаларым қазір балабақшада, біреу мектепте болса, олар дәл осы күйде екеніне. Енді Нұрила, сен айтып отырсың ғой, енді бұл жерде біз хат жазып отқан келіншек 5 жасар баласымен үйде отыр, мысалы табысы жоқ. Өзің балаларың арасы қанша болды, және сен қалай тұрмыста балаң солай ауырып жатқан кезде өзіңді жоғалтпадың? Маған сол көмектескен кітаптар болды. Сосын сүйіктіс. Көбінде әйел қай кезде өзін тастайды, қай кезде өзін ұмытады, тек балаға фокусты қойып, сосын бүкіл фокус үйде, күйеуінде, жаңағы қарым-қатынасты қалай дұрыстасам болады деп, әрқайсының жаңағыдай көңіліне қарай берген кезде басталады негізі. Бүкіл аурудың бәрі мен солай түсінемін. Мысалға қазір күйеуің келеді, күйеуіңе қарайсың да, көңіл күйін зерттеп отырасың. Неге бұл мұңайып келді? Оны бір ойлайсың. Бала жылап жатыр, оны ойлайсың. Аяқта тамақ істелмеген. Ал сен физикалық тұрғыда өзің әлсізсің, шаршап жүрсің, ұйқың қанбаған, бала ана жерде мазасыз, өзіңде айтылмаған әңгімелер көп ішінде. Күйеуіңмен отырып ашық сөйлесе алмайсың. Ол да өте қатты әсер етеді. Отырып ашық сөйлесесің, ойларыңды айтасың, міндетті түрде айқайлап қырылысу керек емес. Отырып, мен осындай жағдайда жүрмін, маған сенің көмегің керек. Көмектесе алмай ма, қаржылай көмектесің. Қаржылай ешқандай көмек жоқ па? Мен мысалға ол жағдайда өзімнің бөлеме хабарласып, сен маған кел, маған баламен көмек керек болып жатыр. Мен физикалық тұрғыда үлгере алмай жатырмын, мен кішкене қалыптасып алғым келеді дедім. Бөлем келді,
маған осы орайда баламен көмектескен бөлегім болды. Ал көп жағдайда енді қазір бала күтушілері бар, солай да жасауға болады. Енді бала өте кішкентай болғандықтан. Кейіннен балабақшаға беріп, өзімнің уақытымды реттедім, өзімен айналыстым, кітаптарды оқыдым, сүйікті ісім не еді менің деп өзіме қайтып оралдым да, мен не жақсы көруші едім. Маған далаға шыққан ұнайды, табиғатты көрген ұнайды, сосын кітап оқыған ұнайды, сосын кейде киноға барған ұнайды, немесе әдемі жерлерде тамақтанған ұнайды. Енді жалпы көп қой біздің әйелдердің жақсы көретін, эмоция алатын нәрселеріміз көп қой. Солай жайлап жиналдым, өз-өзіме келдім. Осы орайда мен ойлаймын, кейде әке-шешеден де, сіңліден де көмек сұрау ұят емес. Сұрау керек. Себебі қиын сәтте жалғыз қалмау керек. Мен сол кезде қазір ойласам, бөлем болғаны қатты қуанамын да, мені сол жан жарамды түсініп, бір ауыз сөзімді тастамай келіп көмектескеніне. Қазіргі мен болып қалыптасып отырғаным сол әйелдердің, міне өздеріңіз сияқты қыздардың демеуімен. Бұл өте маңызды. Маған күш берген сол. Жаңа енді айтып өттің ғой сен, отбасыда диалог керек деген сияқты сөйлесу керек. Бірақ бір нәрсе бар маңызды. Адам өзінің сезімдерін түсінбей, және қалауын түсінбейінше, ол оны басқа адамға ешқашан жеткізе алмайды. Қанша жерден сен мысалы адамға барып сөйлес десең, ол сөйлесуге ұмтылуы мүмкін, бірақ өзі түкпірінде өзінің түпкі қалауы қандай сезімнен шығып жатыр, және қай нәрсеге көңілі толмайды, соны айту үшін де адам бірінші ішкі өзінің сезімдерімен жұмыс істеу керек. Егер сен өзінің ішкі күйіңді түсіне алған жағдайға жетсең, сен ол ішкі күйіңді басқа адамға жеткізе аласың. А егер сен ішкі кейде болады ғой, мысалы бізге де әртүрлі өзім клиенттермен жұмыс істеген кезде әртүрлі қыз-келіншектер келеді. Олар мысалы өзінің депрессиялық күйзеліс жағдайға келеді да, не ұнамайды, не жағдай десе білмеймін дейді. Барлығы жақсы сияқты дейді, бірақ барлығы жаман дейді. Мысалы, өйткені оның миында конфликт бар да, мына десе үйің бар ма, жолдасың бар ма, балаң бар ма, бәрі бар ма, жолдасың ішпей ма, ұрмай ма, бітті. Сен бақыттысың дейді. Бірақ ішкі күй оған келіспей тұр. Оның ішкі күйі басқа нәрсені қалап тұр. Оның да менің де арманым бар еді, менің де қалауым бар еді, мен мынандай өмір сүруім керек деген секілді. Мүмкін мәңілдегі қыз-келіншекте өзінің қалаған жұмысын да істегісі келмейді, жұмыс істей алмайды, істегісі келмейтін де шығар. Себебі ол мен жеткіліксізбін деген күйге түсіп кеткен да, и сол күйден шыға алмай жүр әлі. Ол мысалы ресурсқа бір нәрсе жұмыс істеу үшін ол бірінші мен жеткіліктімін деген күйге түсіп, сосын барып ол өзінің реализациясын ойлауы мүмкін, өзінің жеке тұлға ретінде қалыптасуын ойлауы мүмкін. Бірақ сол деңгейге жету үшін де оған біраз өзінің сезімдерімен жұмыс істеу керек. Оған дейін ол бір шешім қабылдай алмайды. Тіпті сіз бағана сен дұрыс айттың, бала күйінде емес деп. Өйткені бұл да өзі негізді ешқашан бір ересек қыз сепарацияда өтпеген жігітке тұрмысқа шықпайды. Бәрі өзіне теңге тең дейді ғой. Өзің қандай болсаң, сондай ер азаматты таңдайсың. Мүмкін бұл қыз да өзі сондай инфантилді бала деңгейінде өмір сүргеннен кейін сондай ер азаматты таңдап отыр. Ол ортада да былай диалогқа шыққан кезде олар ересек адамдар ретінде диалог құра алмайды. Сосын психологияда да бар 5 жыл деп жатыр. Негізі 5 жылда отбасылық өзінің ол соғыс кезеңі деп айтылады. 5 жылда ма? 5 жылда. Өткен отбасы құрғаннан кейін 5-ші жыл ол соғыс кезеңі болады. Екі әйел мен еркек мен басқарамын деген позициямен бір-бірімен соғыса ма? Мен сондай соғыстан өту керек негізі, сол позицияда өтіп жүр. Және ол кезеңде былай салмақты диалог жүргізу өте қиын болады. Өйткені егер арада өздері бір шешімге келіп компромисті зонаны таңдамайынша осылай болады. Жалпы отбасы құрған кезде қарым-қатынастың дамуының да өзінің кезеңдері болады. Мысалы бірінші кезең ол ғашықтық сезімі да, бәрі бір-біріне ғашық болып қосылады. Сосын қосылып үйленгеннен кейін екінші кезең ол бір-біріне көңіл қалу дейді, былай айтқан кезде. Кемшіліктерін көріп бастайды. Ой, мынаның да шұлығы кір болады екен ғой, даудашылыққа тастайды екен ғой деп үйге тұрған кезде. Мына жерде мынандай отқан деп бір-біріне көңілдері қалып, кемшіліктерін көріп бастайды. Бұрынғы мінсіз, былай айтқан кезде, мінсіз образ дейді ғой. Бейне бұзыла бастайды. Және егер ол этаптан өтсе, қақтығыс деген этап басталады. Ол жерде екеу қақтығыса бастайды. Мынамен келіспеймін. Қақтығыстан кейін барып келесі кезең нағыз соғыс басталады. Ол жерде бір ашық конфликтке шығатын кезең басталады. Сол кезеңнен шыққаннан кейін келесі кезең олар екеу екі жаққа кету керек.
екі жаққа кеткен кезде бір бірімен соғыспайды, шаршайды да, ешкім жеңбейді. Өйткені екеуі де жеке тұлға екенін түсініп, екеуі де екі жаққа кетіп өздерін тұлға ретінде қалыптастыруға кету керек. Әйел өзін социумда дамытуға тырысу керек, өзінің қызығушылықтарын танып, өзін біліп, еркек өзін табу керек. Екеуі екі жақта өзін қалыптастырып, жеке ересек ретінде қабылдап болғаннан кейін қайта оралады да бір-біріне, достық қарым-қатынас болады. Сол жерде шынайы достық басталады. Яғни екеуі де бір-біріне өсуіне, дамуына қолдау көрсетіп, команда ретінде жұмыс істейді. Қабылдайды ғой бір-бірін. Иә, қабылдайды, бірақ өзгертуге тырыспайды да. Ана кемшілігін біледі, бұл қанша жылдықта келеді? Негізі бұл 13 жылда келеді. Мен естуім бойынша көбісі айтады, 5 жыл жаңа соғысады дедім, 7 жылында көп отбасылар ажырасады екен. Ол көп 7 жылында неге 7 жыл? Ол 7 жылда мен айттым, 2 жаққа кетеді деп. Осы 7 жылы ма? 2 жылда. Қай уақытта ажырасады? Егер екеуі бір-бірінің дамуына просто былай отбасыда болып, бірақ жібере алмаса, олар ажырасып кетеді физикалық тұрғыда, заңды түрде. А егер отбасын сақтап, былай менталды тұрғыда жібере алатын болса, менталды ажырасалса, менталды ажырасу керек, негізі ажырасу керек, айырылысу керек менталды тұрғыда. Яғни сен оны бүйтіп ұстап қалуға, қасыңда ұстап жүруге, оған контроль ұстауға емес. Болды, сен ол жақта да бір сепарацияң бір түрі шығар, қарым-қатынасты да жібере алу керек. Күйеуін де, әйелі күйеуіне сеніп, күйеуі әйеліне сеніп жібере алу керек. Өздерінің дамуына, өзінің неғылуына. Сосын барып екеуі қайта келген кезде, олар достық этапына түседі 10 жылда. Ал одан кейін барып, достықтан кейін ғана шынайы махаббат келеді. 13 жылда. Ал кейін 13 жылдан кейін осы этаптың бәрі бір күнде өтетін болды. Бір күнде достасып, қырылысып, қайтып, ана бәлік эмоциялар дейді ғой, тез жүретін болады. Сондай нәрсе бар. Бірақ бір нәрсесі, бізде көбісі 20 жыл бірге тұрса да, екінші кезеңде, үшінші кезеңде қалып қалады да, ары қарай дамымайды. Бұл жерде дамымауда қаупі бар, иә? Яғни, сондай иллюзия деңгейінде қалып қалу мүмкін, немесе сондай көңіл қалу деңгейінде қалып қалу мүмкін, немесе соғыс кезеңде қалып қалу мүмкін. Бірге өмір сүре береді, бірақ соғыстар бітпейді. Өйткені ол келесі кезеңге өткен жоқ. Жалпы сен өзің өмірде мысалы құрбыларыңның арасында осындай нелерді көрдің ба? Оқиғаларды өзің былай шынымен де осындай көріп, мысалы біз ақпараттармен бөлістік қой, шынымен де осындай бар деген секілді. Өзің неше жыл болды тұрмысқа шыққаныңа? 4 жыл. Пока, мне кажется, хотя бірақ былай қарасаң, бір ойлансаң, барлығын уже өтіп қойған сияқтымыз да, бір-бірімізді қабылдап, не істеп, бірақ по-любому кризистерде болады ғой семьяда. Мен ойлаймын, ең біріншісі вообще отбасыда әйел адам және күйеуі бір-бірін қатты жақсы көрсе, және екеуі де екі жақтан жұмыс жасаса, семья до конца барады, да? Семья. Ал егерде қалай айтсам болады, ой, ештеңе етпес, жаңағыдай маған да, мысалы енелердің любимый сөзі бар ғой, қатын белде, бала неде деп, жаңағыдай саған да табылады деген сияқты, басқа әйел деп. Ажырасу, жаңағы ең соңғы сөзі енді сол ажырасайын ба деген несі болды ғой енді. Ешқайсы ажырасу үшін үйленбейді ғой, барлығы до конца бақытты семья болайық деп. Сол үшін екі жақта тек қана әйел емес, күйеуі де жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Қарым-қатынасқа екі адам бірдей. Қарым-қатынас жалпы ол ешқашан бітпейді. Қалай ойлайсың? Ешқашан андай бір идеально болмайды семья. Все равно бір жағынан бір кезде енесі, бір кезде күйеуі, бір кезде әйелі қуып кететін әртүрлі кездер болады шынымен де. И соны барлық этаптан өтіп, бірге жұмыс жасау арқылы ғана бақытты отбасы болады деп ойлаймын. Яғни сенің ойыңша андай ой бар ғой, барлық нәрсе отбасында әйелге байланысты деген. Оған келіспейсің, екі жақты жұмысқа байланысты, иә? Жоқ, екі жақты. Кейде әйелдің энергиясы 10% болып қалады. Особенно бала босанған кезде, қазір мысалы аяғым ауыр менің, вообще энергияң болмай, ұрсып тастауың мүмкін күйеуіңе, да, мысалы. Дөрекі сөйлеп қалуың мүмкін, енеңе де бірдеңе айтып қалуың мүмкін. Бірақ ол сенің жаман адам ретінде емес, просто ары қарай өзіңмен жұмыс жасап, мен осыны көрдім, кешір деп, әйел адамда күйеуінен кешірім сұрап, мысалы, жаңағыдай 10%, ал 90% күйеуі жауып тұру керек, да, семьяда мысалы. Ал кейде күйеуі жұмысы болмай, қиналып жатқан кезде әйелі оған поддержка беру керек. И осылай семьяда бір-бірінің минустарын жауып, бір-бірінің
нелерін қолдаушысы болса, вот осы кезде ең жақсы семья шығады деп ойлаймын. Айнұр, мен келсем сөзіне, себебі мен үшін қарым-қатынас, жалпы достық, мысалға қыздардың арасында болсын, ер мен әйелдің арасында болсын, ер мен ердің арасында болсын, қарым-қатынас ол сауда емес. Бұл жерде сен маған 50% бердің, мен саған 50% беру керекпін деген емес. Кейде шын мәнінде жаңа өзің айтпақшы, 10% болуы мүмкінмін мен. Кейде мен тіпті 1% болуы мүмкінмін. Сол сияқты қарым-қатынаста сауда жоқ. Екі адам сол түсінікпен қарап, ересек адамдар ретінде қарай білсе, әйел мен ер адам бірге. Біреуі 10% беріп тұрса, кейде 90%, кейде ер адам 100% беруі мүмкін. Ал енді бізде қайта айтайын, біздің қоғамда әйелдер 100% беріледі ғой. 100% энергиясына береді, бәрін салады, соңында шаршап қалатын да сол. Бұл орайда енді ер азаматтарымыз осы тұсты жақсы түсінсе екен, ол да беру керек. Жалпы хатқа байланысты қалай ойлайсың, ер азаматқа қандай қадам жасау керек? Сіздің психологиялық талдауыңызды тыңдау керек деп ойлаймын. Және ер азаматтың позициясына кіріп, семьясына жауапкершілікті алып, бөлек шығу керек па, бөлек шығарып, Құдай всегда өзі жеткізеді дейді ғой енді. Если осындай конфликт болып жатса, әйелін қорғап, мамасына дұрыстап түсіндіріп айтып, ешкіммен салыстырмай менің әйелімді өзімнің таңдауым деп, солай отбасына кішкене жауапкершілік алу керек деп ойлаймын. Келсем, негізі отбасында мен ойлаймын, келін мен ене арасындағы шекараны ер азамат құрайды. Қояды. Сен менің анамсың, сен менің әйелімсің. Анасы соны түсіну керек. Шыны керек, қазір ойланып отырсам, біздің көптеген отбасыларда көбінде сол айналып келгенде қиналып жатқан әйелдер ғой, айналып келгенде хатты жазатқан әйелдер. Ер адамның былай хат жазған әлі бір естімейтін шығармыз, білмеймін. Соңғы 5 жылдықтардан кейін естімесек, әлбетте әзірге жоқ сияқты. Негізі Нұрила мен осы жерде айтқым келіп отыр. Өзімнің практикам бойынша негізі абьюзер әйелдер де бар. Ол бар, әлбетте. Бұл жерде андай ғой. Біз абьюзер сол вақытты деші. Біз ойлаймыз ғой, мен жертва екенмін, мен спасатель екенмін деп. Жоқ. Сен абьюзерсің де, яғни бұл 3 рөлді бір адам алып жүре береді. Тек ол проценттер өзгеріп тұрады. Мүмкін мен қазір 20% жертва шығармын жаңағыдай. Сосын жаңағыдай спасатель 10%. Абьюзерлігім 80% болып кетуі мүмкін да, ол уақыт өтуге келе ауысады. Бірақ бұл ойыннан шыға білген адам ғана бұған кірмейді. Бұл ойын ғой кәдімгі, біз ойнап. Жарайды, Нұрила, мен осы жерде маған қызық болып тұрды енді. Сен де өзіңнің 3 баланың анасысың, өзің өмірлік оқиғаларың бар деген дейді. Хатта оқыған кезде өзіңнің басыңнан өткен бір оқиғалар есіңе түсіп, бір флешбеки дейді ғой. Болды. Сондай болды ма? Біреумен бөлісе аласың ба? Әлбетте, мен хатты оқып отырып, жалпы хаттың иесін қатты түсініп отырмын. Себебі ішінде бағана айтып өттім ғой, жақсы келін болайыншы менде. Мүмкін мен дұрыс келін болмай жатқан шығармын. Мәселен, мен мүлде тамақ істей алмайтын. Мен ешқашан әке-шем тамақ істе деп үйретіп айтпаған. Біздегі әке-шеміздің басты талабы оқы. Болды. Әкем айтатын, Ленин 3 рет оқы деп айтса, мен сендерге 4-ші рет айтамын, оқы. Осылай айтатын. Және де бізге үйде отырсақ та, әйтеуір үйде жинайсың, бірақ тамақ істеуге қатты бір мән бермепті. Себебі бұл сенің басты миссияң емес, қызым, тамақ істеу, қара қазанның ортасында жүру, ол сенікі емес. Бұл кәдімгі ертең тұрмысқа шығасың, сосын армен ағарай алып кететін дүниен. Керек болса жасайсың, керек емес болса жасамайсың. Себебі сен ең басты құндылығың ол білімің деп бізге үйреткендіктен, бастапқыда менде мынандай болды. Мәссаған, мен тамақ істей алмаймын ғой, қалай болады екен? Бірақ үйренемін, жарайды. Ода тұрған ештеңе жоқ. Мен түсінігімде үйрене алмайтын, алынбайтын қамал жоқ. Мүмкін сол үшін де шығар, тамақ істеу андай бір қиындыққа соққан жоқ. Тамақ істеуді арқай үйреніп кеттім. Бірақ басында есімде тәтті шайда андай барлығы менде андай ішімде. Мен идеальныймын, бірақ бір минусым бар деген сияқты айттым. Мен тамақ істей алмаймын. Бұрынғы ата-енелеріме осылай айтылды. Ол кісілер де жаңағыдай жарайды, ештеңе етпейді, үйреніп кетесің, онда тұрған ештеңе жоқ, осындай деген соң мен өте жеңіл қарадым. Андай, жеңіл қабылдап тұр. Өте жақсы екен деп андай қатты ойға алмадым. Бірақ кейіннен дегенмен енді Шымкентке барған кезде, жаңағыдай әулет болып жиналғанда, отбасылар болып жатқан кезде, мен түсіндім үй жаңағыдай ас үйге жоқ екенімді қатты.
әйтеуір жасағанда бір тамақтың өзін 3 сағат жасайтын адаммын мен, шынымды айтайын. Қазір мүлде 5 жыл ма 7 жыл болды мен тамақ істемеймін. Менде арнайы тамақ істейтін адамдар бар деген сияқты. Тек өзімнің қалауыммен ғана істейтін жағдайға жеткем. Ал кезінде енді тамақ істеу керекпін, бұл менің міндетім. Мен күніге 3 тамақ болса 3 тамақ істей беретін әйел болғам. Себебі мен оны қалай түсіндім. Мен келін болған соң, мен әйел болған соң, мен міндеттімін 3 рет күніге тамақ істеуге. Жарайды, біреуін 2 рет істерсің, мысалға таңғы ас, түскі ас, кешкі ас сияқты. Сол кездері мен мүмкін дұрыс емес шығармын деген ой болған, жаңағыдай мен окей емеспін деген. Себебі басқа абысындарыма қараймын, бәрі тарсылдап жасап тастайды, жеп-жеңіл қолдарынан келеді, себебі олар солай өскен, үйренген деген сияқты бір сондай ойлар болды. Және де жақсы келін болуға қатты тырысасың. Сен осы жерден қандай қатты қиындық көрдің ондай жағдайдан? Маған сол қызық болып тұр. Қиындық көрген кезде енді қай жері қиын болды саған? Маған сен тамақты неге бүйтіп істемейсің, неге солай істемейсің, неге бүйтпейсің деген нәрселер болды. Соған қарай ойланасың да, мүмкін шынымен мен дұрыс емес істеп жатырмын деп. Осы ой ғана мазалады. Кейіннен бұл нәрсеге мен қатты бір аса бір маңызды нәрсе деп қабылдамайтын болдым. Жасап жатырмын, қолымнан келіп жатыр, тіпті жаңағыдай торттар, әртүрлі бәліштер де пісіріп үйреніп алдым. Былайша айтқанда, ол маған уже кейіннен қиындық алып келген жоқ. Былайша айтқанда, өз-өзіме не қойдым, план қойдым, жоспар қойдым, жасадым, істедім, болды. Ол нәрсе мені жіберіп тастады. Жаңағыдай мен окей емеспін деген нәрсе кетіп қалды. Себебі мен өзімнің жетер жеріме жетіп қойдым. Яғни мен тамақты да істей аламын, бәлішті де пісіре аламын, ананы да істей аламын, қамырды да жай аламын деген сияқты нәрселердің бәрін критерийлер өзім ішінде конфликттерім жабылды да. Сосын маған не дейсіңдер? Мен бәрін жасай аламын деген сияқты бір ок өзіме келді. Сосын түсіндім. Біз көбінде өз-өзімізбен алысамыз, жаңағыдай бұл жаңағы хат иесі айтып жатыр ғой. Үстіп айтады, сөйтіп айтады. Негізі ол ішінде өз-өзін сөйтіп айтып отыр. Өз-өзін солай ойлап жатыр, өз-өзін сынап жатыр. Сол сынағаннан кейін жағымызда айтқан адамдардың сөздері ол 2 есе қатты ауыр тиеді. Себебі өз-өзімді сынап тұрмын ғой. Өзімді солай ойлап тұрмын ғой. Ол ситуацияға реакциясын ауыстырса, оның сезімдері ауысады дейсің ғой. Міне осы маңызды. Менің реакциям ауысты. Мен өйтіп айтып жатса да, неге тамақ істей алмай, неге істемей кеттің? Істегім келмейді. Мен қалаған уақытта ғана істегім келеді. Мен қазір сол позициядамын. Мен үшін міндетті емес, әйел деген ол бітті тамақ істеу керек, үйде отыру керек, оған қоса ұят қой, сонда ол сыртта ғана жүре бере ма, сырттың тамағын іше бере ма, немесе үйдің берекесі тамақ әйелдің қолынан жасалынған ғана болады ғой деп айтады ғой. Мен ол оймен мүлде келіспеймін қазір. Себебі ішімде ондай сын жоқ өзіме. Болды. Сынасын мүмкін елдер жаңағыдай өздерінің ойларын айтсын, маған ол әсер етпейді қазір. Себебі өз-өзімде мен окпын болды. Сіздің айтқыңыз келетіні сонда әйел адам күйеуге шығардан бұрын самооценкасын көтеріп алу керек. Міндетті түрде ол олсыз болмайды. Потому что қазір көбісі бізді жалпы қызды андай қылып тәрбиелеген ғой. Қазір олай емес, бірақ бұрын еркек король, девочка типа ештеңе, үндеме, ол бала ғой, ол ағаң ғой сенің деп, мысалы семьяда да, ол главный, ол ер адам болды, ол деп сөйтіп та, ал әйел адам өзінің ценностін білмейтін да. Қыз бала, әйел адам емес, әлі басында қыз бала ғой. Сондай өзінің самооценкасы төмен, жалпы қоғамда өзінің орнын білмейтін, ол қанша зат жасаса да өзін не ок сезінеді. Мысалы, біз балада туып отырамыз, былай қарасаң. Біз бүткіл семьяны жаңағыдай тамақ пісіріп жатамыз. Біз бала тәрбиелеп жатамыз. Біз барлығын істеп жатамыз да, сонда да өзімізді бір жеткіліксіз, сорлы сезінеміз да. Толық емес сезінеміз. Бір жоқ, енді оны бәрі жасап жатыр ғой деген сияқты қылып та. Мне кажется, әйел адамның самооценкасы жоғары болса, то есть мен жасап жатырмын Алланың разылығы үшін, осы енем разы болсын деп емес, Құдай маған разы болсын деп, баланы да туып жатырмыз, жұмысты да жасап жатырмыз, күйеуімізге де көңіл бөліп жатырмыз. Я ок, у меня все хорошо деп өзіміздің самооценкамыз нормально болса, бізге ешкім әңгіме айта алмайтын сияқты деп ойлаймын. Білмеймін енді. Мынандай нәрсе ғой енді, жалпы бұл жерде ішкі құндылықтағы сезім ғой. Негізі мен ойлаймын, барлық әйелдерге ол қиын деп санамаймын мен негізі. Үй шаруасы, тамақ істеу. Мысалы, өзім жеке басыма келсем, мен әрбір таңда жолдасыма таңғы асты
дайындап шығарып саламын жұмысына. Және 15 жыл отбасы құрғалы бір күнде болмапты. Мен 2 сағат ұйықтасам да тұрамын да таңғы асын дайындаймын, жолдан келсем де таңғы асын дайындаймын. Бірақ ол жерде менде ішкі анандай сезім жоқ та, бұл менің міндетім деген. Егер мен осыны жасамасам, мені қабылдамайды. Егер мен осыны жасамасам, мен жаман болып қалам деген сезім жоқ бұл. Ол жерде қандай сезім? Мен міндетті емеспін, бұл менің парызым емес, бірақ менің бұл қалауым. Және мен отбасында өзімнің тарапымнан осындай ер азаматыма деген жылулықты осылай бергім келеді. Неге мен жылулықты бергім келеді? Өйткені мен басқа жақтан ер азаматынан басқа жылулықты алып жатырмын. Бұл жерде энерго алмасу дейді ол айтқан кезде. Бір жақтан бола берсе, бір күні әйел таусылады. Бірақ екінші жақтан егер ер азамат толықтырып тұрса, оны әйел адам жан дүниесімен жасайтын болады. Өйткені ол толып тұр, мысалы. Егер ол әйел адамның тоже табиғатына байланысты. Кейбір әйелдерге сондай нәрселер оны толықтырады. Кейбір әйелдерге ондай нәрсе толықтырмайды. Ол айтады, мен сыртқа шығайын да, жақсы ақша табайын, оны дайындайтын адамға, басқа адамға тапсырайын ол нәрсені. Мен сені эмоционалдық тұрғыда толықтырайын, мысалы. Физикалық тұрғыда деп. Басқа жақтан да толықтырулар көп қой, енді былай ресурс, ер азаматқа әртүрлі ресурс беруге болады негізі. Тек қана тағамға байланысты емес. Тек тамақпен емес. Өйткені небір әйелдер бар, үйдің шаруасында дөңгелетіп, баласын да бағып, ата-енесінен де қарап, бірақ ер азамат фокусын, маршрутын ауысып кеткен жақтан басқа жылулықты іздеп жататындар да болады да. Өйткені әйел сол жақтан өзінің құндылығын табуға тырысқанда. Егер әйел ойласа, мен осы жақтардың бәрін жақсы істесем, мен құнды боламын, мен керемет боламын, бәрінің көңілінен табамын, мен жақсы боламын деген ниет болатын болса, ол өзіне сол нәрсені алады. Ол жақсы әйел болады, жақсы келін болады, жақсы ана болады, оның арманы орындалады. Бәрі айтатын болады сырттан қараған кезде. Сол негізі молодец, сол жақсы келін негізі. Бәрі біледі. Бірақ іште ол бақытсыз. Өйткені ол жерде ол жоқ та, ол жақта образдар бар. Ол жақта шынайы өзі жоқ, оның қалауы жоқ, оның несі жоқ болып, сол атты алу үшін ғана әрекет еткен. Кейін бірақ өзінің сезімдеріме келген кезде ол ойланып бастайды. Мен шынымен оны жасаған кезде қалаумен жасаймын ба, немесе жақсы ат алу үшін жасаймын ба? Мен шынымен сол жылулықты беру мақсатында істедім ба, немесе басқа жақсы ат алу үшін істедім ба деген сияқты өзінің сұрақтарына жауап алып бастайды. Сондықтан егер сіз өзіңізді алдап жүрсеңіз, яғни уақытында тоқтатып, ол ресурсыңыз басқа жаққа бұрғанда дұрыс. Бірақ егер жоқ, менің қалауым осы екен, осы жақтан десе, ол да былай айтқан кезде дұрыс шешім. Біз дұрыс та бұрыс та деп айта алмаймыз. Біз көреміз ғой, мысалы біздің қазақтың әйелдері қандай сильный да, айтып отыр ғой, бәрін үйді де домалатып отырады, баланы да қарайды, бәрін істейді. Сонда да сорлы болып қалады соңында да. Арабтың әйелдерін көресің ғой, дым істемейді ғой. Дым, вообще балдарын да қарамайды, тек бүйтіп жүреді ғой, білесіз? Көздеріне қарап, торговый центрден шықпай. Андай да, бұл жақта тоже, мне кажется, конечно, менталитет, но өз-өзін қабылдау да әйел адамның. Потому что именно вот көп арабтың әйелдерін көреміз ғой, енді былай кинода болсын, либо сырттан таныстарынан өзінің баласына нянясы қарайды, үйдің тамағын няня жасайды, филиппинка бірдеңелерді алып қояды. Полный, тек күнімен бүйтіп жүретін әйелдер болады. Соның өзінде де қатты күйеулер жақсы көріп, мынау менің әйелім деп полный жағдайын жасап, жаңағыдай бір ретте олардың жаңағыдай семьяда бірдеңе жасап жатқан жоқ деген әңгіме айтпайды да, мысалы. Соған қарайсың да, как дейсің да, мысалы біз бәрін жасап жатырық, сонда да сорлымыз, ал мыналар дым жасамаса да бүйтіп, өзінің пакетін өздері тасымаса да, мысалы супермаркеттен да, соның өзінде де олар идеальный сияқты болып көрінеді. Енді, конечно, ол ұлтқа бәріне де байланысты, бірақ қараймын да қызығам сол үшін. Мне кажется, әйел адам жаңағы айтқандай, семьяға үлес қосып жатыр ғой. Сол кезде самооценкасы да, барлығы жасап жатқаны да, мен достаточно жасап жатырмын, мен толықпын, мен окпын, менің жасап жатқаным осы семьяға берекелі деп өзі қабылдаса, сол кезде смело күйеулері де жақсы көреді, ата-анасы да, ата-енесі де әңгіме айта алмайтын сияқты. Мен ойлаймын, яғни күйеуінің қарым-қатынасы оның жасап жасамағанына байланысты өзгермеу керек. Вообще. То есть, мысалы, менде қанша таныстарым бар да, таңнан кешке дейін кухнядан шықпайды да, мысалы.
баласы да идеально киіндірілген барлығы, бірақ күйеулері жаңағы сіз айтқандай маршрут перестроен деп налево кетеді. Ол оның әйелдің жасап жатқаны, жасап жатпағанына байланысты емес сияқты. То есть оған қатты байланысты емес сияқты да. Бұл жерде әйелді айта алмайсың. Қатты жақсы көруі соған байланысты сияқты. Күйеуі әйелін қатты жақсы көрсе. Енді мына жердегі біз хаттағы кейіпкерге айтқымыз келгені, сізге енді енеңіз көп комментарий айтып жатыр ғой, үй шаруасына байланысты, бала тәрбиесіне байланысты. Нұрила өз тарапынан айтты, сырт жақтан көмек сұраңыз, егер қаржылық жағдайыңыз болмай жатса, ол жақты реттеуге. Болмаса 5 жасар баласы бар, балабақшаға беруге болады. Балабақшаға беруге болады. Болмаса сол енесінің өзінен көмек сұрасын. Енді айтады ғой, жақсы әже болыңыз бізге. Кімнің көңілі толмайды, сол проблеманы шешуге біреу үлес қоссын деген дейді. Мүмкін егер сізге ұнамай жатса, сіз қалай шешетін едіңіз бұл мәселені? Енді көріп тұрсыз, мен әлсізбін енеңіздің алдында. Ол бір конфликтке де шығу емес. Мен көріп тұрмын, сіздің көңілден шықпай жатыр екен, мен үлгермей жатыр екенмін. Қалай бізге көмек бере аласыз? Қалай біздің өмірімізді жақсарта аласыз? Тек қана критика айтқаннан өміріміз өзгеріп жатқан жоқ, байқап тұрсыз. Мүмкін өзіңіз жағыңыздан бір көмекші жібересіз ба? Өйткені мен бір енелерді де білем, өзімнің құрбыларымның өзінің келіні босанғаннан кейін 40 күнге кәдімгі доула дейді ғой. Соны қаратуға қыздарды жібереді, сосын бала қараушылар жібереді. Өзім істей алмасам да, қазір көп енелер жұмыс басты, бұрынғыдай немере бағап отыратын енелер жоқ, бала қарап. Сондықтан ең болмаса деп қаржылық тұрғыда солай жағдай жасап беретін енелер де бар. Мен ойлаймын, ол өте керемет шешімдердің бірі деп. Бұл енді бұл жерде көрініс ба? Әйелдің әйелге қолдау ғой. Түсінік танытып отыр. Мысалға, сиырдың күнін бұзауда кешеді деген сияқты ғой бұл жерде. Біз өткерген нәрсені ертең біздің ұрпақ қыздар да өткеретінін біз білеміз ғой, біз сезінгендерміз. Соны түсіне білген әйел солай көмектесе алады. Сен Нұрила айтып жатсың ғой, осыны әйелдің негізі көп енелердің өздерінің жасайтын әрекеттерінің себебі де осы. Кейде өздері қатты қиыншылық көрсе де, менің қиыншылығымды сол да көрсін деп өздерінің енелерінен көрген жамандықты солай немесе тіпті енесі болмаса да сол бір іштегі мынандай нәрсе бар да, әйел егер өзін қалыптастырып тұлға ретінде былай қалыптастырып өзін мойындата алмаса басқаларға, ол басқа жақтан өзін мойындатуға тырысады. Келініне мойындатуға тырысады, баласына мойындатуға тырысады. Өйткені ол өзін мойындап тұрған жоқ та, мен бұл өмірде бір орын алған жоқпын деп. Ол да өзінің былай айтқан кезде ауырып жатқан жеріне түсіп жатыр ғой, бойына дейді ғой. Жалпы бұл жердегі келіншекке айтқым келеді, өзіңізді кінәламаңыз. Сіз жеткіліктісіз. Сіз құндысыз. Сіз құндысыз, ең бастысы қазір өзіңіздің сезімдеріңізбен жұмыс істеңіз, қалауыңызбен және осы сезімдеріңіз туралы ашық жолдасыңызбен кінәлау арқылы емес, мәселені шешу деген ниетпен сөйлесуге кеңес берер едім. Яғни бірінші, егер сіз өзіңіз білмесеңіз, ол ойды қалай жеткізуді, бірінші жазып шығыңыз қағазға. Менің көңілімнен не шықпайды, қалай болғанын қалаймын, оны қалай шешуге болады. Өзіңіздің алдан ала сөйлесер алдын өзіңіздің жоспарыңыз болу керек. Өйткені көп әйелдер айтады, диалог барысында не айтқың келгенін ұмытып қаласың дейді да. Ойын білмейсің. Миыңды айналдырып жүрген кезде әңгіме кейбір адамдар. Шын мәнінде өзіңді соңында кінәлі сезініп те қалуы мүмкін. Газлайтер болып па? Газлайтинг істеген кезде кейбір адамдар өзін кінәлі сезініп қалады. Мен виноватпын бәрінде деп. Ол да бір сен өміріңде өзің сондай газлайтингпен кездескен сәттер болды ма? Ойбай деймін ба? Мен біраз нәрсемен кездесіп тастаған сияқтымын деп. Газлайтинг болды. Қалай? Сен осылай отырып ашық әңгімелесесің, айтасың сезімдеріңді. Мен андай әйелдерге жатпаймын, үндемей қалатын немесе іштен тынып бүйтіп отыратын жоқ. Мен әркез ойымды ашық айтамын. Бір андай айқай шумен емес, кәдімгі өзіміздің қарапайым тілде, мәдениет тұрғыда, мүмкін журналист болғандығым өте жақсы әсер еткен шығар, мен отырып осылай адаммен сөйлесе аламын. Мен ашық ойымды айтамын, маған мынандай нәрсе ұнамай жатыр, мен өзімді осылай сезініп жатырмын, неге бұлай болып жатыр, егер бір нәрсе дұрыс емес болып жатса мен тарапымнан, мүмкін мен сенің көзімен өзімді көрмей тұрған шығармын, мүмкін осылай түсінісерміз деп айтқан кездер көп болды. Сол кезде әңгімені бастайсың, жақсылап тұрып айтасың, өзіңнің ойыңды жеткізесің, мен мына нәрсеге келіспеймін. Себебі бұл нәрсе осындай мен шекарамнан аттап тұр, маған ауыр болып жатыр, мен көңіліме тиіп жатыр дейсің. Айналып әңгімені айналдырып, сенің көңіліңе тиіп жатқан нәрсе это норма қылып береді да. Қалай айналдырады? Процесс қалай болады? Процесс айтасың, сосын
діни манипуляция болады. Сен әйелсің ғой, мен ер адаммын, мен сенен биік тұрам. Жоқ, оны қабылдап қойғанбыз, біз генетикамен қабылдап қойғанбыз, қанымызда бар ол қазақ әйелдерінде. Жарайды, оған келісесің. Сол үшін де мен ашық айтып жатырмын, бірден өзімдікін істеп жатқан жоқпын мәселен. Сосын екінші тарапта, енді біздің қазақтар, мен еркекпін ғой, жоқ, сен әйелсің, сен дұрыс емессің. Сосын шынымен де өзіңді ойлайсың, дұрыс емес шығармын. Мысалға мен еркін өстім, мен ойымды ашық жеткіземін. Мүмкін мен айтып жатқан оған әңгімем, оған ерсі, себебі ол көрген отбасыда ол нәрсе ерсі, а менде ол норма. Осындай қақтығыстар болады екен, мен соны түсіндім. Соңында ойлайсың, шынымен де мүмкін мен еркін жүріп қалдым, ойымды ашық айтамын, тік қараймын. Мүмкін келін болғаннан кейін, әйел болған соң кішкене тілді шынымен де андай қылып қысқартып сөйлеу керек па? Қысқартып андай кейбір нәрселерді айтпау керек шығар. Бір жағынан дұрыс екенін түсініп тұрсың, көкейіңмен түсініп тұрсың, интуицияң айтып тұр. Бірақ сенің қарама-қарсы отырған жолдасың саған керісінше айтады. Сосын әңгіме кете береді, манипуляциялар етеді. Енді сен үйде отырсың, ода тұрған не бар? Сен бүйтіп жатырсың, үйде отырып қалған соң бүйтіп жатырсың. Айналып келгенде кінәлайды, сен өзің түсінбей жатырсың, мүмкін сен қызғанып жатырсың. Айналып келгенде өзің кінәлі болып қаласың. Мен вообще олай жасаған жоқпын деп па? Істеген нәрсесін құнсыздандырады да. Істеген нәрсесін бәлкім мен істеген жоқпын деп айта саламын. Сосын сен соған сеніп кетесің. Тұр ғой, міне мынау тұр ғой жазылып дейсің. Жоқ, сен көзіңе солай көрініп тұр деп айтамын. Емес, бұл жердегі ниет басқа еді. Бұл вообще бұл анандай ғой деп әйтеуір айналдырып алып келеді да, соңында анау нәрседен сен шаршайсың моральдық тұрғыда. Сен ана адаммен ешқандай бар ғой, өзіңдікін дәлелдегің де келмейді. Себебі ол ешқалай оны түсінгісі де келіп тұрған жоқ, түсінбейді. Себебі ол қандай позицияда тұр. Мен еркекпін, менің сөзім қара болса да ол аппақ, менікі дұрыс болды. Сол кезде түсінесің, болды. Сосын ол бір болады, бұл бір әңгіме болады. Сосын екінші мәселе туындағанда сен қайтадан ол мәселені осылай айтасың ғой. Қайтадан айналдырады да сенікін дұрыс емес. Үстесін, құдайым-ай, осы менікі шынымен дұрыс емес па деп ойланасың түбінде. Мүмкін шынымен менікі дұрыс емес ау. Бұл нәрсе қайталана бергендіктен. Нұрила, мына жақта ер азаматтар отыр ғой, ішіндегі сезімдерін сезініп жатырында саған жыны. Мысалға менің четкий бір шекарам бар болса, осындай әңгімелер көп жалғаса бергендіктен мені шекарам не істейді? Размазываться етіледі. Яғни көрінбей өше бастайды. Осындай қарым-қатынастан кейін. Газлайтинг. Мен жалпы айтайын, бұл жерде сен айтып отырсың ғой, енді мен басқаша отбасыда өстім, ол басқаша отбасыда өсті. Осы орайда айтқым келеді. Қыздар тұрмысқа шығара алдын, ол махаббат деген бір-біріңізге қарау емес, бір бақытқа қарау. Яғни араласу кезінде, танысу кезінде міндетті түрде осындай отбасылық картинаны сөйлесіп алу керек та. Сен үшін әйелдің рөлі қандай, еркектің рөлі қандай, біз қандай бақытта боламыз, осылай деп. Өйткені отбасы барысында осындай конфликттер көп болады. Өйткені картина дейді ғой былай. Бірдей болмаса өте қиын. Өйткені қабылдау қиын оны. Қанша жерден сөйлессе де екеуі екі картина қарап тұрады. Ал осы орайда мысалға менде мынандай болды. Бізде келісім болды. Мен өзім келісім, мен жұмыс істеймін. Сосын ойланып қалды да, сен үйде отыру керексің ғой. Басында яғни жұмыс істеуге келіспеді. Сосын мен айттым, онда мен саған тұрмысқа шықпаймын, кете бер. Жолым болсын дедім. Ертесінде қайттан кешірім сұрап, болды, жұмыс істейсің, мен түсіндім. Әйел адам жұмыс істеу керек, себебі ертең балалар сауатты болу үшін әйел де сауатты болу керек екен. Мен осы сөзді түсіндім. Сен жұмыс істей бересің, мен сөзімді қабылдашы деді. Сосын келістік. Бізде кәдімгідей жаңағыдай келісім болды. Кейіннен ол келісім өзгеріп кеткен жоқ па? Әңгіме сода ғой. Нотариусқа барып қол қойдырып. Сол үшін мен қазір бар ғой. Сотқа беріп па кейін? Сол үшін мен қазір ойлаймын да, брачный договор деген бар ғой. Соны істету керек екен деп ойланып қалдым. Бізде де күйеуімізбен бір прикол болды. Күйеуім енді екеуміз жүріп бастаған кезде Пакистанда тұрғым келеді деп сөйтіп көп айтатын. Енді өзінің өмір бойы тұрған елі, достары барлығы сол жақта. Сосын мен айттым, ойбай, мен ол жақта тұра алмаймын дедім. Тоже кішкене холодныйлау адаммын, ана махаббат деп басым айналып жүрмейді. Мимен кішкене қабылдадым да, давай осы жақта онда екеуміз қоя салайық дедім. Потому что ертең сен өмір бойы сол жақта тұрғың келеді, мен ертең өмір бойы Қазақстанда тұрғым келеді. Сосын екеуміз қырыла береміз, зачем ол бізге деп. Сосын ол ойланды, полный енді семьясы барлығы мында тұрып жатыр ғой, сестренкалары барлығы.
Сосын ойланды тағы 1-2 рет сұрады менен, точно тұрмаймыз ба деді. Мен айттым, жоқ, мен никак тұра алмаймын ондай елде дедім. Сосын өзі қабылдады да, все хорошо деді. Осы таңдау болса, сенің таңдауың сол болса, хорошо деді. И осы уақытқа дейін қазір сол жаққа барып тұрамыз деген әңгіме айтқан жоқ. Енді білмеймін, может ертең 40-50 жасқа келген кезде айтпаса. Оның өзінде менде ойым өзгеріп кетуі мүмкін. Барып тұрамыз, бірақ ол жаққа барып өмір бойы тұру деген менде жоқ. Сондай сияқты әрбір әйел адам, жаңағы сіз айтқандай, серьезно, енді өтірік айттың сен деп айту керек та, шынымен де. Сен неге, мысалы, сен солай айттың ғой деп, тебе не стыдно, ұялмайсың ба сен? Неге басында осылай айтасың, сосын маған екі түрлі, значит, сен сөзіңе вообще сеніп керек емес деген сияқты, кішкене еркекке айтып жіберу керек сияқты деп ойлаймын енді. Айтасың ғой ондай түсінбейді адамдар. Ата-енемен тұрмаймыз дейді да, одан кейін тұрғызып қояды 5 жыл бойы. Сосын жұмыс жасамайсың дейді да, содан жасайсың дейді да, бірақ жасатпайды. Ол уже еркектің екі сөйлегені. Бұл еркектер алалғанша, қармағына түсіргенше бәріне уәде беретін еркектер ғой. Ананы істеймін, бәрі болады сенде жаным, гүл дейсің, жағы үстіңнен жаңбырша жаудыртам қалағаныңды дейтін адамдар бар да. Сосын аларын алып, жаңағы ұясына қондырып алады ғой, содан кейін өзінің жаңағы ережелерін диктовать ететін адамдар да бар. Менде сондай кішкене жағдай болды. Менде сондай болды. Әртүрлі өмірде кейстер болады. Сол үшін де мен ойлаймын, бізде көп жаңағыдай қақтығыстар көп болды. Мен андай мүмкін мақұл деп отырып қалған жоқпын да, жарайды, қазір енді декреттік демалыстамын, жарайды, окей, кейбір проекттерге мақұл бармай тұра тұрайын. Енді балаға мән берейін. Басиып те үлгер, ана жақта да көрдің, былай да көрдің. Себебі мен түсініп тұрмын, қазір ана болып тұрмын. Мен ана ретінде баланы қалдырып проектке кетіп қалмайтынымды түсінгендіктен, қазір уақытша үйде отыра тұрамын. Бірақ әрмен қарай уақытысы келгенде қайттан жұмысқа шығам деген ой болған кезде, кейбір кезеңдерде андай проекттер шақырып, жұмыстар ұсынып жатқанда барамын деп ойымды айтсам, бітті қарсылық білдіретін. Андай манипуляция. Енді балалар әлі кішкентай ғой, оларға кім қарайды, неге бүйтпейсің, неге сөйтпейсің. Содан кейін барып енді мен шыны керек бала күтетін адам алдым. Бір жағынан өзіме де қиын болды. Екінші жағынан маған ең күшті көмектескен нәрсе, қыздар, шынымды айтайын, мен тіпті құрбыларыма көп айтамын, баласы көп немесе жаңадан бала босанып қатты өзін тастап жібереді, шаршайды. Мен өте жақсы білемін, оңай емес баланы жаңағыдай күтудің өзі, оны 4 бөлу емес, қазір 1000 бөлінеді ұйқы. 4 бөліп деп айтқанда 1000 бөлінетін балалар дүниеге келіп жатыр, ұйқыны бөлетін. Бала күтуші алыңыздар мүмкіндіктерінше. Егер жолдастарыңыз көмектесе алмай жатса, жұмыста болса, оларды міндеттеудің қажеті жоқ, бірақ делегировать ету ретінде, ер адамның көмегі ретінде бала күтушіге төлесін. Мүмкіндік болып жатса. Болмаса жаңағыдай, апаларыңыз, кім көмектесетін жан-жақта сондай көмек сұраңыздар. Ол өте маңызды, сіздердің психологиялық ішкі жан дүниелеріңізге керек. Не то физикаға ғана емес. Маған сол көмектесті. Мен қалай есімді жидым, мен қалай өз-өзіме келдім, мен бала күтушісін алдым. Сол кезде шыны керек далаға шықтым ғой бірінші сәтте. Ауаның өзі, жалғыз шыққандағы ауаның өзі сондай тәтті болды маған. Себебі сонша жыл үйде отырып, балаларсыз далаға шығудың ләззаты бөлек екенін түсіндім. Себебі сен миың барлығы тұманда жүреді, 24 сағат ананы істеу керекпін, мынаны істеу керекпін. Оған қоса мен бала үйде отырып бизнеспен айналысқан әйел болған соң, бизнесімде де жүргізіп жаттым. Сол үшін менде осындай бір ауыртпашылықтар болды, бірақ өте жеңілінен өтті бала күтуші келгеннен кейін. Енді осы орайдағы түйін хаттың иесіне енді біз ойлаймыз, талдадық, өзіміздің ойымызды жеткіздік. Бұл жерде біз сізді сөгіп жатқан жоқпыз, қайталап айтамыз, сынамаймыз да, себебі біз сізді түсінеміз, тыңдаймыз, іштегі өзіміздің де жараларымызбен, қорқынышымызбен, уайымдарымызбен осылай бөлісеміз. Осы көріп отырған, экран ар жағында отырған сұлулар біздің подкасттан алатын, түйетін ойларыңыз көп болады деген сенімдемін. Жалпы Нұрила, сен жаңа өзіңнің әйелге көмек қажет деп айттың. Мен ойлаймын, бастапқы өзінің қасындағы жолдасы қолдау көрсету керек.
яғни ең болмағанда бала үшін тек қана ананың тәрбиесі емес, әкенің тәрбиесі өте орасан рөл ойнайды. Бала екі жақты махаббатты көру керек, ананың да, әкенің де. Әке қанша жерден жұмыс басты болса да, демалыс күндері анасына бір күн болса да толыққанды баласымен уақыт өткізіп, бір демалысты анасына бергенмен, ол жақта ананың демалу үшін емес, баласының өзінің махаббатына бөліндіру үшін мақсатында болу керек. Өйткені бала толыққанды отбасыда тұрудың мақсаты өзі сода. Мысалы, көп қыздар отбасын сақтап қалуға тырысады, бірақ ол жерде ер азаматтың ешқандай үлесі жоқ та. Баласы үшін, әйелі үшін, жалпы қаржылық жағдайы үшін тек қана образы ғана бар. Барлық жұрт көрген кезде отбасы бар деген секілді. Жалпы айтатыным, ер азамат 1 сағатқа болса да жұмыстан келгеннен кейін әйелін сыртқа шығып демалып қайт, мен балаға қараймын деп, балаға көңіл бөліп, махаббатын беріп, ер азаматқа да, ер балаларға да, қыз балаларға да өздерінің даму кезеңінде әкенің берген махаббаты оның тұлға ретінде қалыптасуына үлкен рөлін ойнайды. Және тағы да мен қосып айтқым келеді. Негізі отбасыда әйел адам бақытты болса, бала да бақытты болады. Жаңағы біз айтқанда бала ауырмайды, үйде бір береке кіреді деп ойлаймын. Сол үшін мысалы мына хатта айтады ғой, 2 жұмыс жасап жүр ол деген, қиналып жүр күйеуім деп. Мүмкін бұл жақта үйге сол береке кірмей жатыр да, потому что үйде әртүрлі әңгімелер, керек емес заттар көбейіп кеткеннен кесірі да. Сол үшін мен ойлаймын, әйел бақытты болса, еркек бақытты болу ол обязательно миллиондаған ақша емес. Жалпы жаны тыныш болып, өзінің баласымен, өзімен өзі бақытты болып, күйеумен бақытты болып жүрсе, үйде де ол күйеуінің миында жемейді. Жаңағыда күйеуі де жақсы жұмыс жасап, берекелі табыс алып келіп, семья болып, күшті берекелі семья болып отырады деген ойдамын. Сол үшін еркектер әйелдеріңізді бақытты қылуға бақытты қылыңыздар, сол кезде сізді де әйеліңіз бақытты қылады, бәріңіз бақытты отбасы боласыз деген ойдамын енді. Мен солай ойлаймын. Әлбетте. Және де хаттың есіне айтарым, өзіңізге уақыт бөліңіз, сұлулық жағына да, сырт келбет жағына да. Мүмкіндігінше қазір енді әлеуметтік желілерде, жалпы ғаламторда өте көп кеңестер бар. Мәселен, жаңағы жуынатын бөлмеге кіріп, өзіңізге бір 10 минут арнап, бетіңізге жаттығу жасасаңыз болады. Әдемілеп, жаңағыдай маскаларыңызды жасап, тейп жапсырып алып ұйықтасаңыз тіпті керемет, мүлде қартаймайсыздар. Сөйтіп уақыт бөліңіз, ол да сіздің ішкі меніңізді, сенімділігіңізді арттыруға да өте жақсы көмектеседі. Тек ішімізді ғана емес, сыртымызды әдемілеп жүрейік, қыздар, ол өзіміз үшін өте жағымды. Әдемілікке өзіміз жақсы көреміз, құштарымыз. Сол нәрсеге де бір уақыт бөліп қойыңызшы. Мен сізге сөз берем. Ішкі жағдайыңыз жаймендеп реттеле бастайтын болады. Ол да бір өзіндік 10-20% өз үлесін береді. Айнұр, біздің подкастқа келгеніңізге үлкен рахмет. Сіздің әрбір сөзіңізден біздің көрермен демалады деген сенімдеміз, және де біздің демнің атынан сізге кішігірім сыйымыз бар еді. Вау, рахмет, көп қыздар. Очень приятно. Осылай гүлдей жайнап құлпырып жүре бер. Рахмет, көп. Бұйырса осы подкаст проекттеріңіз берекелі болсын, миллиондаған просмотрлары болсын астында, ең бастысы. Және ең бастысы қыздарға көмек ретінде осындай гүлдей жайнап қыздар жүре берсін. Біздің қыздар, шынымен де қазақтың қыздары әдемі, бақытты болса, то барлығы да жақсы болады деп ойлаймын. Рахмет, қыздар, біз өз миссиямызды ары қарай жалғастыруға дайынбыз, сондықтан сіздердің хаттарыңызды күтеміз. Біздің осы жерде көрсетілген поштамызға немесе жеке парақшамызға жіберсеңіздер болады. Сіздердің әрбіріңіздің оқиғасы біз үшін маңызды, және біз біргеміз, жалғыз емессіздер. Және де біздің каналға тіркеліңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Қыздар, бізденбіз, сіздерді әрқашан демеуге дайынбыз. Келесі көріскенше. Әрине, жаңадан бері айтып жатқандай, біз сіздерге дем беруге дайынбыз. Сіздердің де қолдауларыңызға біз де мұқтажбыз. Сондықтан қолдау мақсатында біздің парақшамызға жазылып, достарыңызға жіберіңіздер. Бәрі білсін, бәрі келсін, бір ортаға жиналайық. Пікір қалдыра өтіңіздер. Maybe тайғын болса бәлі